Қайырлы көрермен, эфирде таңғы ас айдары. Ал біз бүгін Бақытжан мырзаға қонаққа келдік. Саламатсыздар, қош келдіңіздер. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет көңіл күй. Ендеше бастайық. Бүгін не дайындаймыз? Бүгін клаб сэндвич, таңғы ас. Көбісі білетін клаб сэндвич. Ол үшін тост наны керек. Енді соус. Нанның бетіне Соус жағамыз. Бұл соусты кетчуп, майонез, чуть горчица қосып істесе болады. енді салат жапырақтарын қойып шығамыз. Қызанақ қойдық. Енді қияр. Қиярдан. Қиярды да қалауыңызша туруға болады. Енді авокадо. Авокадо. Жартысын сізге берейін. Бұл жұмысқа асыққан кезде әсіресе тез-тез дайындала салатын таңғы астардың түрі ғой. Енді қызыл балық. Енді бірінің үстіне бірін қоясыз. Бірінің үстіне бірін қоямыз. Оның үстіне үшінші нанды жабамыз. Мінекей, клаб сэндвичіміз дайын. Енді сусынды жасауға кірсек. Құлпынай араласқан лимонад. Ол лимонадты дайындау үшін бізге не керектігін айтып өтейін, өйткені мынаның барлығы маған таныс болып тұр. Бірінші минералды су, мұз, одан кейін жалбыз жапырақтары, мынау құлпынай шарбаты. Шарбат, құлпынай шарбат. Мынау қант қосылған шарбат. Қант қосылған шарбат. Кәдімгі қант қосылған лимон, құлпынай және мынандай өлшегіш стақан керек. Өте дәмді. Сіздерге арнайы мен Таңшолпанға нан істеген болатын. Қандай тамаша, мінекей көрермен қараңыздар. Таңшолпанға тарту. Көп рахмет Бақытжан мырза, қандай керемет ыстық нан. Құрметті көрермен, осы тамаша көңіл күймен біз таңғы ас айдарын аяқтаймыз. Таңшолпан бағдарламасы үнемі қосылу болсын. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.